Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай лечо салатын дайындайтын боламыз. Қысты күні жеуге өте дәмді салаттардың бірі. Ең алдымен осы қайнататын ыдысымызға жуып тазартылған помидорларды салып, үстіне блендермен еземіз. Бізде помидордың соғы шығуы керек. Болмаса мясорубкамен өткізіп жіберсеңіздер де болады. Дайын болған помидорды орташа газда қойып, бір бүлк еткізіп қайнатамыз. Содан соң сұйық май, қант және дәміне қарай тұзын саламыз, араластырып бір қайнатамыз. Одан кейін ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Оны да салып араластырып қоямыз. Бұл жаймен қайнай береді. Біз бұған салатын қызыл, жасыл, болгарский перецтерімізді турайтын боламыз. Әртүрлі формада турауға болады. Ортасына бір бөліп, 4 бұрышты қиғаш. Менде осындай 4 бөлікке бөлінген соломка болгарский қып тураймын. Дайын болғаннан кейін оны да осы қайнап жатқан помидордың үстіне саламыз. Және 35 минуттай қайнатамыз. Әбден бір-біріне сіңіп араласқаннан кейін түйір қара бұрыштарымызды салып, лавровый лист және ұсақтап туралған сарымсақтар. Оны да бір бөлікке, 2 бөлікке әртүрлі бөлуге болады. Салып шыққаннан кейін әбден араластырып қайнатамыз. Дайын болуға бір 5 минут қалған кезде петрушка, укроп, соларды майдалап турап, оларды да қосып жібереміз. Араластырып қайнатамыз. Дайын болғаннан кейін оттан өшіреміз. Және бұларды құю үшін бізде стерильный банка және стерильный қақпақтар қажет болады. Менде дайындалған осындай стерильный банкалар, осыларға әдемілеп бөліп құйып шығатын боламын. Барлығына бөліп құйып болғаннан кейін осындай бір-бір аспириннен салып шығамыз. Салғаннан кейін осындай стерильді қақпақтарды қойып, закрывашканың көмегімен жабатын боламыз. Мендегі закрывашканы бір айналдырғаннан кейін өзі бірден жауып тастайды. Болғаннан кейін оны айналдырып тексеріп көреміз. Ешқандай ағы болмаса, ондашы дайын деген сөз. Бұларды бөлме температурасында суытып, кейін алып қоя береміз. Мендегі осындай салаттар өте оңай жасалады, дәмі де ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып өтіңіздер.